Лағманның қамырын әлі де дұрыс соза алмайсыз ба? Онда бұл видео сізге арналады. Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлжанар. Салқын суға тұзды ертіп алып, қамырды орташа етіп илеп алыңыз. Әбден илеуі қанған қамырды шамамен 1-1,5 см қалыңдықта жайып алыңыз. Жайылған қамырдың екі жағын әдемілеп майлап шығыңыз. Енді оларды осындай полоскаларға бөліп кесіп алуымыз қажет. Әр полосканы біркелкі етіп қолыңызбен бір мыжып алыңыз. Осыдан кейін барып, біз оны екі қайтара ұзын жгут етіп созып шығамыз. Екінші рет созған кезде қамырдың қалыңдығы біздің шынашағымызбен бірдей болуы қажет, яғни ең кішкентай саусағымызбен. Созылған әрбір қамырымызды майланған легеннің дәл ортасынан бастап ораймыз. Әр ораған сайын қамырдың бетін жауып қоюды ұмытпаңыз. Бір слой толығымен біткеннен кейін қамырдың бетіне кішкене май құйып, бір майлап шығатын боламыз. Екінші слой қамырды дәл осының үстінен қайтадан ортасынан бастап орап жинай береміз. Осылайша бәрін орап болғаннан кейін оны да майлап, қамырдың бетін жауып тұндырып қоямыз. Қамырды жаю сәтінде ең үстіндегі қамырдың шетінен аламыз, сөйтіп оны үстел үстіне соза отырып түсіреміз. Қамырды созбастан бұрын сіздің қамыр пісіретін суыңыз қайнап тұруы қажет. Осылайша бірнеше қамырды үстел үстінен бірінші созып түсіріп алыңыз. Түсірген қамырымызды екі бармағымызға қыстыра отырып, жіп орағандай етіп жинаймыз. Жиналған қамырды үстел үстіне ұрғылай отыра ақырындап созып шығыңыз. Қамыр үзілмей, әдемі болып созылуы қажет. Барынша қамырды жіңішке етіп созуға тырысыңыз, себебі суға салғаннан кейін ол ісініп, одан сайын дәу болып шығады. Енді қайнап тұрған суыңызға тұзыңызды қосып, қамырды салып, бірден араларын ажыратуы керек. Қамыр бір қайнағаннан кейін-ақ оны сүзіп, үстінен мұздай су құйып, тақтаға жайып аламыз. Сәл мұздағаннан кейін қамырды бірден майлап, табаға салып қоюға болады. Қамырымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.